Сәлем, көрермен. Арнаға қош келдіңіз. Бүгін сізге өз тағдырын өзі жазған мықты әйел туралы әсерлі оқиға айтып берем. Егер осындай оқиғалар ұнайтын болса, арнаға жазылып қолдау білдіріңіз. Ал енді бастайық. Нұрсаяның таңдауы. Нұрсая 5 баланың анасы. Ол Тараздың шетінде орналасқан кішкентай ауылда өсті. Әкесі ерте қайтыс болып, анасы екеуі өмірдің ащы-тұщысын бірге көрді. Жастайынан еңбекке ерте араласып, 9 сыныптан кейін оқуын тастап, жұмыс істеуге мәжбүр болды. Көптеген жыл бойы біреуге тәуелді болу, біреудің ақшасына, сөзіне қарап өмір сүру оның жанын қашытты. Бірақ ол ешқашан шағымданған жоқ. Іштей бір нәрсені жақсы білетін, ешкім келіп оны құтқармайды. Құтқарушы өзі ғана. Бір күні ол бір сұрақ қойды өзіне. Егер мен өмірімді өзгерткім келсе, не істей аламын? Осы сәттен бастап Нұрсая бәрін өз қолына алуға шешім қабылдады. Кешкілік балаларын ұйықтатып қойып, түнде телефон мен Reels қарап, білім жинады. Инстаграмда оқытушыларды, копирайтинг, сатылым, видео түсіру туралы ақпараттарды зерттеді. Сосын бір әрекетке барды, ең алғаш рет өзі видеоға түсіп шықты. Көп адам күлді. Кім көріп жатыр сені? Саған кім тіркеледі? Ұят емес пе? Нұрсая үнсіз ғана жауап берді. Бәрі өзім үшін. Уақыт өте ол Reels арқылы сату жасап, бірінші клиентін тапты. Кейін 5, 10, 50 клиент. Сол бір батыл қадамнан кейін ол өз жолын ашты. Енді оның табысы нөл емес. Енді ол басқа әйелдерге шабыт болып жүр. Көп әйелдер: сенің видеоңнан кейін мен де бастадым. Сенің оқиғаң маған күш берді, деп жаза бастады. Нұрсаяның күші неде болды? Ол ешкімге ренжімеді, ешкімнен көмек күтпеді. Ол жай ғана таңдауды өзі жасады. Өмірін өзгертуді біреуге емес, өзіне тапсырды. Егер сіз де Нұрсая секілді шешім қабылдасаңыз, егер сіз де қолыңыздан келетініне сенсеңіз, бастауға дәл бүгін рұқсат беріңіз өзіңізге. Қолдаңыз, арнаға жазылыңыз. Себебі алда бұдан да шабытты оқиғалар болады.